Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бұл бейне сабақта 2018 жылғы тест кітапшаларында келген көп кездесетін физика есептерін шығаратын боламыз. Мұнда біздің группамыздың, яғни ВКонтакте желісіндегі группамыздың сілтемесі жазылған, немесе мына атауды жазып іздесеңіздер біздің группамыз шығады. Сонымен біз есеп шығаруға көшсек, сонымен бастайық. Бізде бірінші есеп кинематикаға арналған. Екі дененің қозғалыс теңдеулері мынадай. Мына екінші денеңгі -6t плюс 2t квадрат және 10t плюс 0,4t квадрат. Олардың кездесетін орны мен уақыты дейді. Бізде осындай бір заңдылық бойынша графикте жылжып келе жатыр. Сонда олардың бірінші біз несін тауып аламыз, уақытын тауып аламыз. Оны қалай табамыз? Мына белген 2 кездесу уақыты десе, екі теңдеуді бір-біріне теңестіреміз. Сонда x1 тең болады x2. Енді теңестірейік. 10t плюс 0,4 плюс 0,4t квадрат тең болады минус 6t плюс 2t квадрат. Енді мысалға мына минус 6t-ны мына жаққа плюс еткізіп өткізсек, не істейді? 10t-ға қосылады. Сол қосылған кезде 16t болады. 2t-ны мына жаққа минус өткізіп өткізсек, минус 2 мына жаққа минус 2 болып өтеді. 0,4-тен азайтылса минус 1,6t квадрат қалады. Мына жақта еш нәрсе қалмайды, 0. Енді не істейміз? Ортақ бөлім жақшының алдына шығаруға болады. Мысалы 1,6-ны шығарсақ, мына жерде неше қалады? 10 қалады. 10. Екінде т дегенге айнымалы бар. Т-ны шығарсақ болады. Мына жерде 10 қалады, минус мынадан 1,6 т шығып кетсе, т-ның өзі қалады. Жақшаны жабамыз, тең 0. Енді жақшаның сырты болса да не болады? 0-ге тең болады. 0 деген уақыт бізде болмайды. Сондықтан жақшаның ішіндегі мәні шығатын жауапты аламыз. 10 минус т тең болады 0. Енді минус т-ны мына жаққа теңдіктің келесі бетіне кері таңбамен өткізіп жіберсек, плюс т болады. 10 қалады орнында, 10 тең болады т. Сонда кездесетін уақыты 10 секунд екен. Бізде 10 секунд емес, уақыттарды біз несеміз, жауаптардан алып тастаймыз. Енді осы 10-ды аламыз дағыны апарып мына теңдеудің любой біріне қоямыз. Мынаған или мынаған. Қайсысы оңай, соны қойсақ болады. Сол мына жерге 10-ды қояйық. Т-ның орнына 10-ды қоямыз. соңғы көйсек 100. 10-ды квадраттаймыз. 100. 100-ді 0,4 көйтеміз. 40. Мына жерде неше шықты? 100. Енді 100-ге 40-ты қоссақ не шығады? 140. Бұл несі? Олардың координатасы. Кездесетін орны, яғни координатасы. А нұсқасында тұр ол жауап. Келесі. Магнит өрісі индукция сызықтарына 30 градус бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20 см өткізгішке 0,4 ньютон күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4 амперге тең болса, магнит өрісі индукциясының шамасы. Енді белгіден бастап жазайық. Магнит өрісі мен индукция сызықтарының арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. Енді өткізгіштің ұзындығы дейді. Өткізгіштің ұзындығы L-мен белгілейміз, ол 20 см. 1 метрде 100 см бар, 20 см дегеніміз ол 0,2 метр. Бізде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіруіміз керек метрге ұзындықты. Так, өткізгішке әсер ететін күш ол 0,4 ньютон. Өткізгіштегі ток күші берілген 4 ампер. Магнит өрісі индукциясының шамасы дейді. Индукция мына V әріпімен белгіленеді. Осыны бізден не істеу керек? Табу керек. Енді бізде қарайық. Магнит өрісі не істейді? Магнит өрісі индукциясы, яғни ток болған кезде бір өткізгішке әсер етеді. Ампер күші деп атайды. Яғни ол өткізгішке әсер етсе ампер күші деп атайды. Мына жерге үлкен аны қоямыз. Ал өткізгішке емес, бөлшекке магнит өрісі әсер етсе, яғни қозғалысқа келтірсе, онда не болады? Онда ол Лоренц күші болады. Осы екеуін шатастырып алмайық.
Екеуі де күшті береді, екеуі де магнит өрісінің әсерінен туатын күш. Енді формуласын жазайық. Ампер күші тең болады сол өткізгіштің бойындағы ток күшіне және оған әсер етіп тұрған магнит өрісінің индукциясына және өткізгіштің ұзындығына және магнит өрісі мен индукция сызықтарының арасындағы бұрыштың синусы. Осы үш шаманы көбейтеміз, арасында бұрышпен төртеу болады. Сонда өткізгішке әсер етіп тұрған күштің шамасы шығады. Ал Лоренц күші неге тең? Ол да осыған ұқсайды. Ол мынадай. Бір бөлшектің қай бөлшек әсер етіп тұр, сол бөлшектің заряды және де оған әсер етіп тұрған магнит өрісінің индукциясы және де сол бөлшектің жылдамдығы. Бұл жерде де арасындағы бұрыштың синусы. Енді бізге бастысы қазір ампер күшін есептейтін формула керек. Мына формуланы пайдаланамыз. Бізде ток әсер ететін күш бар, ток күші бар, өткізгіштің ұзындығы арасында бұрыш бар, сонда не жоқ, тек магнит өрісінің индукциясы жоқ. Оны табу үшін не істейміз? Оған көйіліп тұрған мына В-ға көйіліп тұр, I, L, синус альфа көйіліп тұр, соның бәрін термиктік келешегіне кері амалмен өткіземіз. Мына жақта көйіліп тұрса, мына жаққа не болып түседі? Бөлі болып түседі. F ампер күші бөлінген I, L, синус альфа. Бізде керекті формуланы жазып болдық. Енді тек не қалды? Есептеу қалды. Жалпы тест кітапшаларында аса бір қатты бақылауда, олимпиадада келетінде есеп бермейді. Орташа деңгейлі есеп береді. Өйткені есептің саны 30, оның 8 варианттықтары бар, қанша уақыт алады, сондықтан орта деңгейлі немесе жеңіл деңгейлі есептерді береді. Енді біз тек есептейік. 0,4 ньютон бөлінген ток күші 4 амперге тең, L өткізгіш 0,2 метр көйілген синус альфа. Синус 30 градустағы мәні 1 бөлінген 2 немесе 0,5. Енді 0,5-ті 4-ке көйтсе қанша болады? 4-тің жартысы қалады, 2. 2-ні 0,2-ке көйтеміз, 0,4 қалады. 0,4-ті 0,4-ке бөлеміз, 1 қалады. Ал магнит өрісі индукциясының өлшем бірлігі ол әрине Тесла. Бізде В нұсқасы осы есептің жауабы. Келесі. Индукциясы 0,4 Теслаға тең, магнит өрісіндегі 2 көйілген, мына жерде көйілген дұрыс салынбаған. 2 көйілгеннің 4 дәрежесінде километр секунд жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш. Яғни протон деген не ол? Бөлшек. Ал бөлшекке әсер ететін магнит өрісінің индукциясының күшін анықтайтын ол қандай күш? Әрине Лоренц күші. Лоренц күшін жаңа жаздық формуласын, тағы да жазайық. Q, V және де V жылдамдық арасындағы бұрыштың синус. Енді бізде перпендикуляр деген 90 градус, синустағы мәні 1-ге тең. Ал 1-ге кез келген санды өрнекті көбейтсек, сол өрнектің өзі шығады. Сонда біз не істейміз? Мына нәрсені біз өшіріп тастай саламыз, қажет жоқ. Немесе жалпы бақылау болса, егер бақылауда келіп барлығын жазу керек. Өйткені бақылауда шығарылу жолын талап етіледі. Енді біз берілгеннен бастап жазайық. Индукциясы 0,4 Тесла және протонның жылдамдығы 2 көйілген оның 4 дәрежесінде километр секунд. Так, кило деген оның 3 дәрежесі, мына оның 4 дәрежесіне қосылса не болады? 2 көйілген оның 7 дәрежесінде метр секунд қалады. Және табу керек F күшті. Ол қандай күш? Лоренц күші. Енді біз мына формуланы жаздық. И протонның заряды берілген бізде. Және нені табу керек? Дәл осы формуланы өзгеріссіз қалдырып, тек мәндерінің орнына қою ғана қалды. Q бізде элементар заряд, мына жерде протон мен электронның заряды элементар заряды, тек таңбалар қарама-қарсы. Полюстер 1 көбейтілген, оның -19 дәрежесі, көбейтілген индукциясы 0,4 Тесла, көбейтілген V жылдамдық 2 көбейтілген, оның 7 дәрежесі. Арасында бұрыштың синусы енді 1-ге тең, оны есептеудің қажеті жоқ. Енді 0,4-ке көбейтейік 1,6-ның. Қанша шығады? Так, 0,4 көбейтіп 1,6.
0,64 көбейтеміз 2-ке. Қанша шығады? 1,128. Так, 1,128. Тек сандарын көбейтіп отырайық, көбейту. Енді минус 19 дәреже, плюс 7 дәреже. Қанша қалады? 19-дан 7-ні азайтамыз, 12 дәреже. Және 12-ның алды минус болады. Минус 12 дәрежені біз пико деген сөзбен жаза аламыз. Бізде сонда тағы да в нұсқасы дұрыс болып тұр. Келесі. Радар арқылы ұшаққа жіберілген сигнал 20 микросекунд өткенде қайта қабылданады. Ұшақ пен радардың арақашықтығын табыңыз дейді. Бізде не дейді? Сигнал деген, сигнал дегеніміз, яғни радиотолқын, оның жылдамдығы с тең болады 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Енді яғни электромагнит толқынның да жылдамдығы осы. Енді біз айтады, яғни барып қайтып келген уақыты дейді бұл. Осында барып қайтып келген уақыты тең болады 20 микросекунд. Микро 10-ның минус 6 дәрежесіне 1-нен кем қалады, 2 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесіндей секунд болып қалады. Енді ұшақ мен радардың арақашықтығы дейді. Оны S арақашықтықты белгілейік. Так, мұны S деп белгіленген, мына жылдамдық. Оның алдына біз V-ны қойсақ, яғни ол жылдамдық S, V. Енді бізде S тең V-ті, яғни мына екен көбейте салсақ, шықпайды. Себебі неге? Өйткені ол екі жол жүріп тұр. Сондықтан мына көбейтіндерін 2-ке бөлеміз. V көбейту Т бөлінген 2. Осы формуланы пайдаланамыз. Жаңғырықта немесе барып қайтып келген сигналда осы формуланы қолданамыз. V 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесіне тең, көбейтілген Т 2 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Бөлінген формуладағы 2 бар. Енді мұна 2 мен мұна 2 қысқарады. Сонда бізде сандардан қайсысы ғана қалады? 3 ғана қалады. Бұның 8 дәрежесі и 10-ның минус 5 дәрежесі қанша қалады? 3-тің плюс 3 дәрежесі қалады. Ал 3 дәреже деген кило, 3 километр. Мына жерде өлшемдік бар. Арақашықтықтың өлшемділігі метр. Келесі. Лифт табанында массасы 20 кг жүк жатыр. Лифт 2 метр секунд квадрат үдеумен жоғары қарай қозғалады. Жүктің лифт табанына түсіретін күші дейді. Бұл оңай есеп, өте көп келеді. Сондықтан шығара алмайтындар болса үйреніп алсын. Так, массасы берілген 20 кг. А берілген үдеу 2 метр секунд квадрат. И бізде G тұрақты шамай, оны жазудың қажеті жоқ. Енді түсіретін қысым күші, бұны N немесе F, ғасыпқа салмақ әртүрлі N деп алайық. Жалпы Ньютонның екінші заңына F, яғни денеге әсер ететін күш, немесе қысым күші, немесе салмақ бізде тең болады неге? МА. Ал бізде енді ол үдеуіне, бұл горизонталь бағытта ғой, енді жоғары төменіне байланысты бұған не істеледі? Еркінсу үдеуі қосылып азайтылады. Жоғары қарай көтерілген кезде не болады? Еркінсу үдеуі қосылады. Және ол тек үдеуге ғана қосылады, сондықтан жақша қалынады. Мұнда біздің формуламыз N тең болады M көбейтілген A плюс G, немесе G плюс A. Енді мәндерін орнына қоямыз. Массасы 20 кг, көбейту үдеу 2-ке тең, плюс G 10-ға тең. Так, 10-ға 2-ні қосамыз, 12, 20 көбейтеміз. 24, 1-0-мен 240. Яғни 240 ньютон. Ал егер осы төмен қарай болса, онда минус болады. Арасында G минус А болады, А минус G емес. Келесі. Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені 3 метр секунд квадрат үдеумен жоғары көтерілгенде 10 см-ге созылады. Тростың қатаңдығын табыңыз дейді. Енді бізде тағы да жаңа формулаға ұқсайды. Егер ол дененің еденге немесе өзінің аспаға тіреуіне түсіп тұрған күшті табу үшін не істейміз? Оның қозғалысына қараймыз. Егер жоғары болса, А плюс G деген формула пайдаланамыз дедік. Енді Гук заңынан серіппеге әсер етіп тұрған, яғни бізде серіппе бұл жерде трос, экранның тросы алынған жіпке, яғни әсер етіп тұрған күшті табатын формула Гук заңынан, ол сол
тростың немесе серіппенің қатаңдығы, және де x оның ұзару шамасы. Яғни екеуде күш біз не істейміз? Екеуін теңестіреміз. m a плюс g тең болады kx. Бізде қатаңдығын сұраған, мына x-ті апарамыздағын мына жерге бөліп жібереміз. K тең болады m көбейтілген a плюс g бөлінген x. Енді бізде тек не қалды? Тек есептеуі ғана қалды. Масса 600 кг. 3-ке 10-ды қосамыз, g 10-ға тең, 13. Бөлінген x 10 см, 10 см метрге айналдырсақ 0,1 метр. Енді 600-ге 13-ті көзсек 78, 13-ге 6-ны көзсек, мына 2 0 бар, мына 0,1 үстінен шықса 1 0 болады. Сонда 3 0 болады, 78 мың ньютон бөлінген метр, ал немесе 78 килоньютон. Килоньютон бөлінген метр. Д нұсқасы бізде дұрыс. Келесі, гидравликалық пресстің кіші поршынның ауданы 10 метр квадрат, оған әсер етуші күш 200 ньютон. Үлкен поршынның ауданы 200 метр квадрат. 200 метр квадрат. Осы жағдайда үлкен поршынға әсер ететін күш дейді. Жалпы поршынға әсер ететін күш, яғни не ол? Поршынға қысым түсіреді. Ішінде тұрған су немесе әртүрлі сұйықтық. P1 поршынның бірінші поршынға түсіретін қысым, мынау P2 екінші поршынға түсіретін қысым. Енді жалпы қысым дегеніміз ол неге тең? F бөлінген S. Сол бетке түсірілген күштің сол беттің ауданына қатынасы. Сонда P1 дегеніміз F1 бөлінген S1-ге тең. P2 дегеніміз F2 бөлінген S2-ге тең. Енді бізде айтады, үлкен поршынға әсер ететін күш. Яғни ол F2-ні тап деген сөз. F2 тең болады. Мына S2-ні көбейтіп жіберсек, мұның алдына кеп көбейтеді. F1 көбейтілген S2 бөлінген S1. F1 бізде 200 ньютонға тең. Бөлінген S2 үлкен поршынның ауданы. Ол да 200 метр квадратқа тең. Бөлінген S1 ол 10 метр квадратқа тең. Енді мұның 1 0 мен мұнан 1 0 кетеді. 20-ны 200-ге көбейтеміз, бізде шығады 4000 ньютон. 4000 ньютон дегеніміз ол 4 кило ньютон. Келесі. Молекула шоғыры N, яғни. Молекулалар шоғыры ол 1 метр кубтағы молекулалар саны. 3,6 көбейтілген 10-ның 25 дәреже деген қалып кетті. 3,6 көбейтілген 10-ның 25 дәрежесі, орташа квадраттық жылдамдығы мынаған тең 2550. Сутек молекуласының қысымы тап дейді. Оның мрі және авогадро саны берілген. Қысымды табатын бірнеше формула бар. Соның ішінде бізге несі керек? Квадраттық жылдамдығы және концентрациясы араласқан. Ол мынадай формула. 1/3 m нолевой n в квадрат. Егер біздің кинематика деген курста кинематика деген тегін тақырыпты неге группаға салып қойды, егер сол видео сабақты көрсеңіздер, кинематиканың жалпы барлық формуласы қалай қорытылып шыққандығы, осындай есептердің қаншамасын шығарып көрсеткен болатынбыз. Мына жерде бірден жаза салайық, өйткені талдап отырмыз, әр есепке жеке тақырып бойынша тоқтала алмаймыз. Енді бізде не жоқ? m нолевой. Енді заттың мрін табу үшін элементтің оны не істейтін едік? Бір бөлшегінің массасына авогадро санын көбейтетін едік. Енді бізде керісінше бір бөлшегінің массасын табу үшін оның молярлық массасын n-ға бөлеміз. Мр 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген n. 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Енді 2-ні 6,2-ге бөлсек 0,3. Ал мұна 23 дәреже үстіне шықса минус болады. Мына минус 3-ге қосылса минус 26 дәреже болады. Бұл не? Бір бөлшектің массасы. Сутектің.
Енді бізде мына формуланы жалғастырайық. Тең мына жерге сыймай қалатын сияқты, мына стрелкамен көрсетіп мұнда жазып қояйын. Так. 1 бөлінген 3 көбейтілген m нолевой қанша? Жаңағы тап 0,3 енді 0-ді құртайық та, мұнан минус 26 емес 27 дәрежесі жазайық. 3 көбейтілген 10-ның минус 27 дәрежесі көбейтілген n. 3 көбейтілген 10-ның 25 дәрежесі көбейтілген v квадрат. 2550 квадраттаймыз. Бұлай жоқтап жазылайын. 65 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі шығады. 60 бір нәрсе енді көп 60 сондай бір сан шығып кетеді. 65 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Оның бәрін шұбатып жазып, 3-ке көбейтіп, оның бір шама уақыт кетіп қалады. Енді мына 3 пен 3 қысқарып кетеді. Мына 3,6-ны көбейту. Тең жалғастырайық. 3,6-ны 65-ке көбейтеміз. Жоқ шамада 259 деген сан шығады. Енді 10-ның минус 25 дәреже мен 5 дәреже қосылса 30 дәреже болады. 30-дан 27-ні азайтамыз. Неше қалады? 3 дәреже. 259 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінде паскаль. Енді оның 3 дәрежесі одан кило. Ең нұсқасы бізде есептің жауабы. Келесі, катушка 2 кГц жиілікте 157 Ом индуктивтілік кедергіге ие болады. Катушка индуктивтілігі. Бізде индуктивтілік кедергі, конденсаторлық кедергі деген есептер көп келіп жатыр деск кітапшасында. Сондықтан мұқият оқу керек. Так, жиілігі 2 кГц. 2 кило дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі немесе 3,0. 2000 Гц. Енді индуктивтілік кедергі мынамен белгіленеді XL. L деген өз индуктивтілігі 157 Ом. Катушканың индуктивтілігін табыңыз. Енді бізде мынау индуктивтілік кедергі XL мен белгіленсе, қосымша айта кетейін, сыйымдылық кедергі XC мен белгіленеді. Енді бізде жалпы индуктивтілік кедергі ең негізгі формула содан қорытындыланады. Ол тең болады омега не омега көбейтілген L. Енді бізде L-ді табу үшін не істейміз? XL бөлінген омега. Так, омега дегеніміз ол неге тең? 2π нью. Жиілік, анау сызықтық жиілік, мынау кәдімгі жиілік XL тең болады. Енді тек мәндерін қояйық. 2π 628-ге тең. Нью 2000-ға тең. Бөлінген 157. Егер осыны бөлетін болсақ, бізде 0,785 деген сан шығады. Ал индуктивтіліктің өлшем бірлігі Генри. Сонда, жоқ, қазір. Жоқ, бұл жерде. Мынаны көйтсек, 0,0125 деген сан шығады. Енді бізде мына 1 тұр 1,0, тағы минус 2 дәреже, минус 3 дәреже. Мына жерден қайрамыз. 12,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бізде нұсқасы дұрыс. Есептеген қате кетіп қалды. Мына жерде 200 емес, сосын 2000. Келесі. Тербелмелі контур катушкасы арқылы өтетін ток күшінің өзгеріс заңы дейді. Мынадай. I тең 0,4 синус 10-ның 6 дәрежесіне т. Контурды конденсаторының сыйымдылығы 200 пикофарад болса, катушканың индуктивтілігін табыңыз. Так, мына заң, мына өзгеріс заңы, жалпы ток күшіне қатысты ол қалай несі формуласы? I тең болады IM, яғни не? Ток күшінің максимум көбейтілген синус омега т.
омега деген сызықтық желіге. Енді бізде дәл осы формуланы мына теңдеуді астына жасайық. Тең 0,4 синус 10-6 дәрежесінде т. 10-6 дәрежесінде т. Сонда синустың алдындағы мән ол ток күшінің максимал мәні. Синустың алдындағы 0,4 ток күшінің максимал мәні. Т-ның алдында тұрған омега сызықтық жиілік, т-ның алдында тұрған 10-6 дәрежесі ол да не деген сөз? Сызықтық жиілік. Омега тең 10-6 дәрежесінде радиан бөлінген секунд. Оны несін өлшем білін кейін жазамыз. Так, бізде не белген? Конденсатордың сыйымдылығы белген. И катушканың индуктивтілігін тап көрек. Омега дегеніміз ол, бізде егер механикадан білетін болсақ неге тең? Периодқа байланысты 2π бөлінген т-ға тең. 2π нью болса, 2π бөлінген т болады. Нью дегеніміз 1 бөлінген т-ға тең. 2π. Енді т дегеніміз Томсон формуласынан ол неге тең? Механикалық тербелістермен толқындарда. 2π түп арасында L, яғни индуктивтілік көбейтілген конденсатордың сыйымдылығы. Так, мына т-ның орнына біз осыны қойсақ болады. 2π түп арасында L-с. Енді мына 2π мен 2π қысқартамыз. Сонда не қалады? 1 бөлінген түп арасында L-с. Енді бізде сонда қалатын формула омега тең болады 1 бөлінген түп арасында L-с. Енді түбір тұрғандықтан бізде ішіне индуктивтілікті апшу керек қой, жеке табу үшін. Біз не істейміз? Мұны екі жақта да квадраттаймыз. Түбірден құтылу үшін. Мұны да квадраттаймыз. Математика осындай амалдар қолданылады. Енді біз не қажайық? Шыққан амалды омеганың квадраттасақ, омега квадрат қалады. 1-ді квадраттасақ 1. Мына түбір асты L-сыны квадраттасақ, түбірі жойылып кетеді, L-сы қалады. Енді мына L-сыны 1 бөлінген дегенге мұнайға көбейтеміз. Сонда L-сы көбейтілген омега квадрат тең 1. Енді омега квадратты мына жаққа бөлеміз. Немесе мынаның орнын ауыстырып L мен омега квадрат. Сонда L тең болады 1 бөлінген омега квадрат с тең. Енді мәндерін қояйық. Омега квадрат. Бізде 10-6 дәрежесін квадраттаймыз, немесе квадраттау деген сөз, мысалы 10-6 дәрежесін квадраттасақ, мына сыртына 2 қойылады, ал дәрежеге дәреже не істелінеді? Көбейтіледі. 2 алдына көйтеміз 12 дәреже. 2 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі болады. Так, омега квадрат дегеніміз 10-ның 12 дәрежесі болады. Көбейтілген с 200 пико барады. Пико деген 10-ның минус 12 дәрежесі, бұна 2 нөлмен не болады? Минус 10 дәреже болады. 2 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесі. Енді қарайық. 1-ді 2-ке бөлсек не қалады? Мына 2-ке бөлсек 0,5 қалады. Көбейту. 12 дәреже, минус 10 дәреже қоссақ плюс 2 дәреже қалады. Үстіне шықса ол минус 2 дәреже болып шығады. 0,5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Бөлшектің бөлімдегі дәреже әрқашан үстіне кері таңбамен шығады. Дәреженің, яғни дәрежесі кері таңба. Плюс 2 болса минус 2 болып шығады, минус 2 болса үстіне плюс 2 болып шығады. Шыққан мәнді біз мына жаққа жазамыз. 1-0-ді мына минус 2-ге қосып жіберсек, 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі қалады. 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі индуктивтілікті таптық, өлшем бірлік Генри. 5 көбейтілген жалпы 5 милли Генри. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Мына экранда көрсетілген ақпаратты толық оқып шығыңыздар. Курс бастайын деп жатыр физикадан онлайн және де дайын сабақтар арқылы. Бағасы 4000 теңге. Барлық физика тақырыптары қамтылған. Бір онлайн емес, дайындық сабағының біреуін біз шығардық. МКТ байланысты топ обсуждениясынан тауып алсаңыздар болады. Орын саны шектеулі. Жалпы біздің егер ютубтан көріп отқан болсаңыздар, біздің мына сілтеме бойынша ВК-ға кіріп, сол жерде админге жекеге шықсаңыз болады. Менің есімім Рамазан Айтимов болады. Егер ютубтан көріп ВК-ға кірмейтін болсаңыз, WhatsApp арқылы жекеге шықсаңыз болады. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.